Сабақтың тақырыбы қазақ тілінің орфографиялық, орфоэпиялық норма. Сабақтың мақсаты сөздердің айтылу және жазылу нормаларымен таныстыру, мысалдар келтіру арқылы дәлелдеу. Сөздердің айтылуы мен жазылуы бірде сәйкес келіп, екінші бірде сәйкес келмей жатады. Мысалы, балалық, мектеп, белсенділік, тағыда басқа сөздер мен тіркестер осылай айтылады да, осылай жазылады. Олардың орфоэпиясы мен орфографиясында еш айырмашылық жоқ. Ал үздік оқушы, көлеңке, кітап оқу сияқты сөздер мен сөз тіркестері осылай жазылғанымен басқаша айтылады. Мысалға, үздік оқушы, көлеңке, кітап оқу. Сөйтіп, бұл сияқты сөздердің орфоэпиясы мен орфографиясы бірдей емес. Ондай сәйкессіздіктің көпшілігі үндестік, яғни буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Біз осыған дейін сабағымызда буын үндестігі мен дыбыс үндестігі туралы сіздермен танысқанбыз. Осы үндестік заңына байланысты болып келеді. Сөздердің дұрыс айтылуын орфоэпиялық сөздіктер, ал дұрыс жазылуын орфографиялық сөздіктер көрсетеді. Орфография сөздің графикалық бейнесінің қолайлы әрі қонымды болуының жалпы принциптері мен жеке ережелерін жасайды. Әріптердің қолданылуын орфография белгілейтін ерекше ережелер реттейді. Орфографиялық принцип бір сөз екі түрлі, не одан көп түрде жазылған жағдайда соның біреуін таңдап алуды айқындайды. Осы принциптердің негізінде орфографиялық ережелер жасалды. Орфографияның негізгі принциптері төрт түрден тұрады. Бірінші, морфологиялық принцип. Сөздердің морфологиялық құрамын ескеріп, морфемалар құрамында болатын дыбыс алмасуларын елемей бастапқы қалпын сақтап жазу. Жан, жанбайды, жанғанда, немесе жаз, жазса, жазса деген сияқты. Екінші, фонетикалық принцип. Сөз айтылуын сақтап жазады. Дәстүрлі принцип. Сөздің бір кезде жазылып, қалыптасқан, дәстүрге айналған түрін сақтап жазу. Хат, хатар, қалық, қахар, тағыда басқа. Төртінші, дифференциялаушы принцип. Дыбыстық құрамы бірдей сөздерді бір-бірінен орфографияның көмегімен айыру. Қас дұшпан, хасу, қал осында, хал жағдай, тағыда басқа. Ауызша әдеби тілге қойылатын басты талап сөйлеу актісінде сөздерді дұрыс дыбыстау, дұрыс айту. Бұл нормаларды ғылымда орфоэпиялық нормалар деп атайды. Орфоэпия мен орфографияның бір-біріне ұқсас жақтары бар. Екеуі де практикалық қолданбалы сала, ережелерге сүйенеді, жалпыға ортақ болады, міндетті болады. Айырмасы, сөздерді дұрыс жазуға арналған орфоэпиялық ережелерді өзіміз жасаймыз. Ол жазу таңбасы өзгерген сайын жаңадан түзіліп, оның өзі уақыт озған сайын жетілдіре түсу мақсатымен өңделіп, толықтырылып отырады. Ал сөздерді дұрыс дыбыстау нормаларын біз жасаймыз. Ол қазақ тілін қолданушылардың ұрпақтан ұрпаққа көшіп, жалғасып отыратын ежелгі тәртібі, тілдің табиғи құбылысы. Ол нормаларды емле ережелері секілді әлсін өзгерте алмаймыз. Сөздерді орфоэпиялық нормаға сай жазыңыз. Енді осы алған білімдерімізді тиянақтау үшін, нығайту үшін тапсырмалар орындаймыз. Бірінші, сөздерді орфоэпиялық нормаға сай жазыңыз дейді. Яғни, бозша торғай, оның айтылуы қалай естіледі? Бозша торғай, мысал үшін. Келесі тапсырма. Сөздердің орфографиялық нормасын сақтап жаз. Бұл жерде керісінше орфографиялық нормасын сақтап жазамыз. Жылан көз, мысал үшін. Берілген сөздерді орфографиялық сөздікпен салыстырып қарап, дәптерлеріңе жазыңдар. Педагогтер, геологтен, геологке деген сияқты. Келесі тапсырма.
Төмендегі сөздерді орфоэпиялық норма бойынша жазыңыз. Үлгі: бұрынғы. Сол сияқты түнге қарай, күнге, көк лақ, жоқ іздеу, жатақ үй, қақпан құру, басшы, көк деген сияқты сөздерді норма бойынша жазыңыз. Келесі: көнерген сөздердің ерекшеліктері қандай? Олардың түрлеріне мысалдар келтіріңдер дейді. Яғни көнерген сөздерді есімізге түсіреміз, олардың түрлерін анықтаймыз және мысалдар келтіреміз. Екінші тапсырма: дос сөзіне фонетикалық талдау жасаймыз. Келесі: төртінші: термин сөздердің ерекшелігі мен қызметін еске түсіріп, қандай терминдерді білесіңдер және олар ғылымның қандай салаларына қатысты. Ғылымның әртүрлі саласына қатысты терминдерге мысалдар келтіріңіз. Бесінші тапсырма: тұрақты тіркес пен сөз тіркесінің айырмашылығын және олардың өзіне тән ерекшелігін мысалдар арқылы салыстырып айтыңыз. Енді тест тапсырмаларын орындаймыз. Орфоэпиялық заңдылықпен жазылған сөзді табыңыз. Екінші: қай сөз орфографиялық нормаға сай жазылған? Үшінші сұрақ: сөз бен қосымша арасындағы кейінді ықпалды табыңыз. Естілуі бойынша жазылған сөзді табыңыз. Орфоэпия бойынша жазылған сөзді табыңыз. Келесі жұмбақты шешіңіз. Бірінші сұрақ: фонетикалық екі ұғым бір-бірімен сыбайлас, бірі айтылады да естіледі, екіншісі жазылады да көрінеді. Яғни жұмбақтың шешуін табуымыз керек. Келесі екінші жұмбақ: бір ағашта 37 алма, оны жемек болсаң, 10 шақтысы еркін өтіп кетеді, қалғандары қақтығысып барып өтеді. Ол не? Үшінші тапсырма: оңға қарай оқысаң да бір халық, солға қарай оқысаң да бір халық. Бір буыным қос, бір буыным түс. Яғни жұмбақты шешеміз. Келесі: сонымен балалар, біз үйге тапсырма аламыз. Сабағымызды латын алфавитіне көшудің артықшылығы мен олқылығы. Осы сөйлемге ой толғау жазып келеміз. Өз ойларыңызды жазасыздар.